Сәлем баршаңызға, мен Жайнагүл. Сіздермен әрбір жанға ұнайтын, тәтті синабона рецептісімен бөлісетін боламын. Толық рецепт описаниеда жазылып тұр. Ең алдымен жылы сүтімізді ыдысымызға құйып, одан кейін тұзымызды, қантымызды салып, араластырып, оның үстіне дрожжымызды салып, араластырамыз. Ерітілген сармайымызды үстіне құйып, араластырамыз. Жұмыртқамызды салып, тағы да араластырамыз жақсылап. Одан кейін ситодан өткізілген ұнымызды сеуіп, біртіндеп отырып, үстіне салып, қолымызбен илейміз. Осындай болып тесто шығу керек. Жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Осындай болып көтеріліп шықты. Оқтауымызбен ысып, жайып, үй температурасындағы сармайымызды үстіне жағып шығамыз. Жағып болғаннан кейін мен корица, какао, қант үшеуін араластырып, осы тестімізға осылай сеуіп жағып шықтым. Жағып шыққаннан кейін рулет қылып ораймыз. Ең оңай тәсіл жіпті алып, үстіп кесіп, видеодағыдай қоямыз. Қызып тұрған пешімізге салып, 180 градуста 25-30 минут пісіріп аламыз. Оған дейін біз үстіне жағатын кремімізді дайындап аламыз. Ол кремімізге қаймақ немесе творожный сыр қолдануға болады. Мен творожный сырымен қантымызды араластырып, үстіне ысылай күйінде жақтым. Сіздер де жасап көріңіздер, иісі бұрқырап, керемет дәмді болып шығады. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер.